Бұл видеоны көргеннен кейін кейбір сөздер саған ауыр тиюі мүмкін. Бұл видеоны соңына дейін көрсең, сен бұрынғыдай ойлай алмайсың. Бұл мотивация емес, бұл шындық. Сені кедей қылып ұстап тұрған шындық. Егер сен дайын болсаң, тыңда. Ал егер бәрі жақсы деп ойласаң, дәл қазір өшір. Бірінші шындық. Бізге бай болуды емес, тыныш болуды үйретті. Біз бала кезде мынаны естіп өстік. Көп сөйлеме, көзге түспе, өз орныңды біл, бастыққа қарсы шықпа. Мектепте бізге ойлауды емес, бағынуды үйретті. Қателесу жаман деді. Сұрақ қою ерсі деді. Ал бай адамдар ше? Олар сұрақ қояды. Олар қарсы шығады. Олар үнемі неге деп сұрайды. Бірақ қоғамға ондай адам керек емес. Қоғамға тыныш адам керек. Айлығын алса болды, үндемей жүре беретін. Сенің кедей болуының бірінші себебі саған тыныш өмірді арман қылып сатып жіберді. Екінші шындық. Ақша жаман, байлар ашкөз. Көп адам бала кезінен мынаны естіп өсті. Байлар ұры. Ақша адамды бұзады. Таза адам бай болмайды. Осы сөздер баланың миына бір-ақ нәрсе жазып қояды. Байлық жамандық. Жылдар өтеді. Ол адам жақсы табыс табуға мүмкіндік алады. Бірақ ішкі дауысы сыбырлайды. Бай болсаң, жаман адамсың. Сол себепті ол байлықтан өзі қашады. Ал кедейлікті адалдықпен байланыстырады. Ақшаны жаман деп ойлаған адам оны самалы түрде өзінен алыстатады. Сондықтан ол ешқашан баймайды. Байларды жек көріп отырып, бай боламын деу, өзіңе өзің қарсы шығу. Үшінші шындық. Қорқыныш. Көп адамда мүмкіндік бар, бірақ олар бір нәрседен қорқады. Қате жасап қоямын. Ел не дейді? Ұят болады. Менен не шығады? Осы ойлар көрінбейтін түрме. Пемірі жоқ. Бірақ қашып шығу қиын. Бай адамдар да қорқады. Айырмашылығы, олар қорқынышпен бірге қадам жасайды. Ал кедей ойлау алдымен сенімділік күтеді. Бірақ шындық мынау. Сенімділік әрекеттен кейін ғана келеді. Сені ұстап тұрған ақша емес. Сені ұстап тұрған қорқыныш. Қорқыныш кетпейді. Сен тек оған бағынбайтын адам боласың. Төртінші шындық. Орта. Егер сенің ортаң бәріне үкіметті кінәласа, байларды жек көрсе, ақша жаман десе, сен қалай бай болмақсың? Көп адам өз ортасынан өсіп кетуден қорқады. Себебі өзгеріп кетті дейді. Бұрынғыдай емес дейді. Бірақ бір нәрсені ұмытпа. Егер сен күнде арманы жоқ адамдармен отырсаң, арманың да сол жерде қалады. Бесінші шындық. Ақпарат. Күні бойы миым не жейді? TikTok, Instagram, арзан мотивация. 5 минутта бай бол. Бұл допамин. Уақытша жақсы сезім. Бірақ нәтиже нөл. Сен миыңды қоқыспен толтырсаң, өмірінде қоқыс болады. Бай адамдар ақпаратты сүзеді. Ал кедей ойлау бәрін тұта береді. Егер сен осы видеодан өзіңді көрсең, ренжіме. Бұл үміт бар деген сөз. Сен жалқау емессің. Сен ақымақ емессің. Сен жай ғана дұрыс емес жүйеде жүрсің. Егер балықты ағашқа шығуға мәжбүрлесең, ол өзін өмір бойы ақымақ сезінеді. Ал мәселе балықта емес, ортада. Сол сияқты сен де өз орнында емес шығарсың. Егер сен осы видеоны көріп отырсаң, сен ояндың. Өйткені ұйқыдағы адам ешқашан сұрақ қоймайды. Сұрақ қою сананың оянуы. Ал оянған адам бұрынғыдай өмір сүре алмайды. Сен бірден бәрін өзгертуге міндетті емессің, бірақ бүгін басқаша ойлауға міндеттісің. Бір сұраққа жауап бер. Қай ой сені ойландырды? Комментарийге жаз.